Енді денсаулық туралы тақырып болғаннан кейін денсаулыққа келетін болсақ, онда бізде денсаулықтың өзі адамда бірнеше түрі болып айтуға болады ғой. Адамның мысалы тұлғасына байланысты. Адам тұлғасы бізде мынау жаңғыз денеден ғана тұрмайды. Денеден басқа бізде жан бар, тән бар. Тән, дене, жан бар, рух бар дейді ғой. Сондықтан бірінші денсаулық сол дене тәрбиесі, одан кейін біздің жан тәрбиесі, рухани тәрбие, яғни духовное воспитание дейді ғой орысша. Сондықтан біз осы екі біздің құрастырушы адамның тәнін, денесінде екі субстанция. Осы қатар жүріп гармоничный алға даму керек қой. Біріншіден енді біз адам өзі рухани тәрбиесі болмаса, құр тәнмен айналыса беру ол да бір жақты болып кетеді. Егер адамның ойлау қабілеті, сана сезімі сол рухқа бейімделіп рухани тәрбие болмаса, ол әртүрлі мысалға жаманшылыққа баруы мүмкін. Оны біз денені дұрыстап, жақсы тәрбиелеп, өте күшті адам болуымыз бір жағынан жақсы, а бір жағынан рухани мысалға тәрбиеміз болмаса, ол жаман болуы мүмкін. Өйткені біз жаман нәрсе жасауы мүмкін да, өзіміздің күшімізді пайдаланып, күші әлі жетімдік жасап, мысалы күші жоқ адамдарды ұрып-соғып, тонап деген сияқты кетуге болады. Сондықтан біз бірінші сана сезімімізді осы тәрбиелеуіміз керек, сана сезімді жаңағы соның денсаулығын содан бастауымыз керек, рухани тәрбие. Енді өзімді жеке өзімді алатын болсам, мен өзім баяғы мектепте оқып жүрген кезде сол легкий атлетикамен айналысқам. Легкий атлетикада мен 7-ші класста жеңіл атлетика, соны өзім аудармады, есіме түсіп кетір. Жеңіл атлетикамен айналысып, мысалға 7-ші класста, 7-ші сыныпта оқып жүрген кезде, сынып дейді ғой, оқып жүрген кезінде біздің районда, ауданда жарыс болған мектеп оқушыларының арасында десятиборье дейді орысша, қазақша, яғни 10 түрлі жеңіл атлетиканың әр түрлі анау. Оның жүгіру, секіру, қарғу, лақтыру, доп лақтыру, найза лақтыру тағы да. Содан мен комплексный не алғым. Бірінші орындағам районда 7-ші класста оқып легкий атлетика. Сонымен айналысып жүрдім ғой. Содан енді мектепте де жақсы оқыдым. 8-ші класты бітіріп, 8-ші сыныпты бітіріп, ол кезде 10 сынып қой. 8-ші сыныпты бітіріп, содан кейін 8-ден кейін обычно бізде анау 2 мен 3-ке оқып жүргендер неге баратын? СПТУ, ГПТУ-ға кетеді. СПТУ-ға бізде ауылда тұрдық қой. Сельский профессиональный технический училище деген болған бізде. Ауырзым ауданы, Қостанай облысы дейді. Сонда СПТУ 28 деген болған. Сол кезде сол біздің жаңа СПТУ-мыз Ауырзым аудандағы Союз бойынша 3-ші орында болған екен, по сравнению бая. Сельскохозяйственный жаңағы. Өйткені Қостанай облысы ауыл шаруашылық несі ғой. Мысалы комбайндардың, тракторист, машин широкого профиля, комбайндардың разрезде кесілген бойынша моторлар істеп тұрады, сөйтіп көрсетіп оқытатын. Өзінен егетін бәлемін гектар жерлер бар, егін жинайтын сондай болды. Сонымен енді ол кезде Кәмшат Дөненбаева деген бізде Казимсотта жұмыс істейтін не болды, депутат Верховный Совета. Баяғы соған бәрі равняется. Содан мен айтқам, 7-ші класстан кейін мен СПТУ-ға барып, отличник болсам да. Сосын мектепте жаңа общий собраниеда выступать етті. Осындай мен отличник кетіп барып СПТУ-ға. Айды менімен баратындарың бар ма деп, жұрттың бәрін жинап, соған СПТУ-ға алып бардым ғой. 8-ден. Сонда оқып жүргеннен кейін сол енді отличникпін ғой. Ол районнан мен ауданға 40 шақырым жерде ауылды. Сонда бізге общежитие берген тұрамыз. Выходнойда мен қалып баяғы сабақ оқып, жақсы оқимын деп сол не. Қалған балалар кетіп қалған басқалар. Мен бірінші курста оқимын. А онда ол кезде дедовщина бар. Оны біз білмейміз, бірінші курсқа деймін, артынан білдік, дедовщина бар екен. 3-ші курстарға ұрып соғады екен. Сонымен жаңағы ұрып соғып, содан выходной күні 3-ші курста. Содан ауырып, содан оны тастап кеткен. Сонда жаңағы сосын 9-ші классқа келдім, 9-ші класста ма? Сол кезде 9-ші класс. Енді стресс қой, содан кейін ауырып, менде не болған? Ревматизм болды, полиартрит, сусаптардың бәрі ісіп кетіп, больницаға түсіп. Содан кейін диагноз қойды. Медостаз митрального клапана сердца, обострение ревматизма, ревмокардита. Сосын ондай карточка жасап, жаңағы қызыл корочкасы бар, учетқа қойып, особый учет, смертник деген сияқты. Сөйтіп учетта тұрған поликлиника. Содан кейін басталды мен жаңағы ізденістер. Бұл нәрсе, онда не ғана ол
Мысалға да айтқам, мен бұндай недостаточно метальный клапан сердца әрі кетсе тіпті 3 жыл 5 жыл деп өмір сүресің, содан өлесің деп бая. Соған диагноз болды сондай менде. Смертник болып жүрмін енді. Содан ізденіс басталды. Бұл қалай болды? Медицинаны енді елмейді, ол кезде андай, сондай. Содан жаңағы іздеп йог деген жаңағы нешедегі кітаптардың газеттен шықты. Индияда йогтар бар екен, олар өздерінің әркім өзінің органдарын, ішкі органдарын басқару проблема екен санаумен деп қоя. Сосын бұл менің интерес болды. О, мынаны шешуді қалай. Содан өзім жаңағы ауырым жасап институтқа түсіп кеттім. Институтқа түсіп, содан бірінші курста біз ана зачет тапсырамыз. Жүгірістен 6 километр ма? Мен ойлап жүрмін, енді недостаточно метальный клапан сердца, уже тренировка бұрынғыдай жасамаймын, жүгіре алмаймын, ентігіп қалам ба. Все равно әйтеуір әрең деп соны тапсырдым мен. Тапсырып, содан кейін енді жүрегім соғып тұрса больницаға тексердім, больницада тексеріп. Жоқ, жүрегім как жоқ, мен 3 жыл емдеді ғой. 3 жыл бойы укол салып, 25 күн больницада жатқан, күнде 4 укол, 18 система. Мы ничего не нашли, мясо. Жарайды, тіпчақ. Если іздесек, 2 ай жатарсыз, біз не жасаймыз дейді. Глубокие исследования. Мен жоқ, 2 сессия, қайда 2 ай жатыр. Жоқ, болды, рахмет. Бұрын карточка алып келгем ауданнан, Қызылкөштің. Орнына тастай салдым, жақсы, конец истории. Содан ақырындап жаңағы бір күні мен институтта жақсы оқып жүрдім, 100 адам оқыдық қой. Мысалы, ауыл шаруашылық институты Алматыда, оның орман шаруашылық факультеті 100 адам оқимыз. Оның, кстати, 40 жартысына дейін Шымкент облысынан болатын. Жігіттер нешеге Шымкентте бар, менде сокольщиктердің бәрі сонда тұрады, жұмыс істейді. Шақырып жатыр 26 июньге Алматыға встреча болады. Сонда баяғы бір профессордың ұлы барды Алматыда оқитын, кореец. Ол сол сабақты қашып пісіп оқиды да, маған бір күн мен үйінен шақырды, маған көмектес сабақтан осыны. Не тек мына, мен жарайды барайын көмектесейін, мен Қостанайдан келіп жүрген, оланда тұрады. Бәлендей ол кезде біз ақша сұрап нетпейміз, ондай жоқ қой. Тамағын ішеміз, анау мынау берсе бірден береді, бермесе жоқ. Жасап бердім, содан кейін үйінде жаңа рукописный вариант жатыр екен, йога, хатха йога деген не, рукописный вариант. Андай несі, упражнениялар жатыр екен. Мен мына несі маған берсейші, ала бер бұл осыны бос жатыр. Алып кет. Ол кезде ондай кітап деген жоқ, бәрі запрещенный, йога десе ол религиямен байланысты. Ушын запрет қой, Союз кезі 82-ші жыл, 83-ші. Ол жаңа оқысам, ішінде жаңағы упражнениялар бар екен. Пранаяма, дыхательное упражнение, содан кейін всяких асаны. Соны жасап, соны институттан соны күнде айналысатын болдым. Содан денсаулығым түзеліп, пранаяма жаңағы как раз сол упражнениялар көп көмектесті, сол жүректің жаңағы жазуына. Содан жүгіре бастадым. Содан йога университетін, одан кейін институтты бітіріп жұмысқа келдік. Жұмысқа келгенде мен начальник службы охраны болдым Наурызым қорығында. Қостанай облысында. Ол кезде тоже жаңағы өзің білесің, если киноны көрсең, особенно русский национальный охота деген кино бар ғой. Жаңағы бастар келеді, оларды сопровождать етіп апаруым керек кордонға, онда шашлық қояды, онда аң атады, құс атады, арақ ішеді, есін ауып кеткенше не істеген не білмеймін оны. Сонда мен 10 жыл солай өмір болды менде. Күнде аналарды сопровождать етесің, солармен ішесің. Былай тіке кетесің, басқа сен бүйтіп әкеліп тастайды сен үйге. И так 10 лет. Мен кино, дәл кинода қонды сияқты сол жаңағы. Особенно русский национальный. Содан одан кейін денсаулық опять менде не очень болды енді. Конечно, жаңағыдай не жоқ. Неше түрлі ішесің. Сосын бұрынғы жаңағы йоганы вспомнить етіп, ол кезде шыға бастады ғой. Малахов деген шықты. Одан кейін Лазарев деген диагностика қармай шықты. Соның бәрін шетіп, содан кейін ақыры мен ол Запрягиттен ауысып, лесқозға бардым. Урицкий ауданындағы орман шаруашылық лесқозына барып, онда главный лесничий істедім. Онда бір жыл істедім, сосын Қостанай қаласына көштім. Қостанай қаласында управление лесного хозяйства Қостанайской области дейді, орман шаруашылық басқармасы. Сонда мен ол кезде 20 адам істейді екен. Мен бірінші қазақ история жаңағы управление сонда жұмысқа кірдім. 19 орыс, мен бір қазақ. Начальник управлениемен айтады, ол кезде енді 98 жыл, уже независимый Казахстан. Поддонный орыс айтты, қазақша білесің, білем. Біздің сотрудниктер қазақша оқытырасың, оқыта аламын. Жарайды, ішінен аламыз деп. Содан кіріп кеттім управление. Содан жаңғыз қазақ ішінде жүрмін. Енді содан қалаға келгеннен кейін неше түрлі лекция болып жатады ғой қаланың ішінде. Бір күні қарап жүрсем 99 жылы сентябрь айында көшеде лекция өтір екен. Медитация, обучение, практика, лекция деген. Смоленская лектор Бәленбай деген бай.
Мен медитация жақсы екен, барып көрейін деп соны медитацияға бардым. Өйткені алдында оқығам, естігем, медитирующий адам мысалға способность, умственный способность, ойлау қабілеті мысалы қазір 4% болса, ол 10%-ға дейін одан да көп мысалы өседі деген. Бұл жақсы дүние ғой, барып көрейін. Өйтіп өзімді развивать етейін. Алдын ала уже оқып келгенмін ғой, жаңағы малахты оқыдық, лазерді оқыдық, диагностика қармай айтпақшы қызық болды. Соны оқып жүрген кезде мысалы ана лазер жазады, егер де өзіңнің какой-то бір грехтарың болса, қазақша қалай грехтарың да, или арғы атауларың родовой карма деген бар ғой, содан мысалы кешірім сұрайсың дейді. Кешірім сұрап, Құдайдан кешірім сұрайсың, сол өзің үшін сұрайсың, ата-бабаларың сұрайсың, арғы ата-бабаларың, 7 ата-бабаңа дейін өзіңді, өз шешеңнің ата-бабаларына, әкеңнің ата-бабаларына, сөйтіп өзіңнің жаңағы кармаңды дұрыстап, мысалы ауруларың тағы бірдеңе болса, сенде реакция бар ғой, соны емдейсің. Мен де сонда 98-ші жылы ол туды да. Туғаннан кейін сразу бұл ауырды. Мысалы күніне 1-2 сағат ұйықтайды, ылғи жылай береді. Не ауыр екенін білмейсің баяғы. Енді 98-ші жылы ол туды, сол туғанда сол ауырып жылай берді. 1,5 сағат па где-то ұйықтайды, қалған уақытында жылай береді. Соны не болды, врачтарға апардық, ол айтады, олар не деді, гидроцефалия деді. Гидроцефалия мозга дейді ма, сондай ауру бар екен ғой. Яғни спинномозговой жидкості басқа кетіп, басты ісіп кетуі сондай не болады екен. Есть подозрение на гидроцефалию, сондай жағдай. Бұл емделу қиын деп баяғы. Сосын жаңағы мен ана кітаптарды оқығам, жаңағы лазерді да диагностика кармы, сонда айтады, кармический жауап бересіңіз, өзің жауап бермесең, балаң жауап береді, сол арғы ата-бабалардан келген егер нелері болса, жасаған неше түрлі қияметтер болса әркімге де, соның жаңағы реакция болады дейді. Содан мен жұмысқа ол кезде Қостанайда тұрамын, орман шаруашылық басқармасында жұмыс істеймін. Қостанайда, 2-ші Қостанай деген жерде тұрдым да, автобуспен 40 минут жұмысқа барамын. Сол 40 минут барам, 40 минут қайтам кешке. Содан жаңағы 40 минут мен жолда жай бармай, 40 минут ішімнен күнде өзімше жаңағы Құран оқып, арғы ата-бабаларым мысалға жасаған қияметтер болса, соны кешіртіп, Алла тағаладан сұрап, солай шешемнің 7 атасына дейін, әкемнің 7 атасына дейін, өзімнің істегендерім болса, әйелім істегендерім болса, соны 40 минут бойы жұмысқа барғанша қайтқанша каждый күнде солай. Содан сол 1 айдай ма, 40 күнде мен солай жүрдім. И сол 1 айдан кейін жаңа баланы алып барды, қайтадан врачқа. Арасында массаж жасап, бүйтіп бірдеме істеген. Ештеңе жоқ дейді. Сауығып кетті, нормально. Бала нормально, ұйықтап, баяғы жыламайтын болды. Содан мінекей мен түсіндім, яғни Алла тағала бар. Сен сондай бірдемеге құсаң, жалбарынсаң, сенің тілегің қабыл болады. Сөйтіп баламыз ешқандай мысалға бәленбай $1000 ақша жұмсап, бір жаққа апарып емдемей өзі жазылып кетті. Солай болды. Содан Құдайға мысалы мен үйдің алдында сеніп жүрмін ғой, одан жаңағы вера укрепляется дейді ғой. Мен жаңағы сенім укрепляется, арғай сол ізденіс басталды ғой. Содан жаңағы медитация деген сабақ болды, соған бардым. Ол медитация барғанда онда да қызық болды. Енді ол кезде алдында бір ішіп жүрдім, сосын қойдым. Мен квартираны сатып атқам, 2-ші Қостанайда квартираны сатып, басқа центрдан бір квартира аламын деп. Объявление беріп қойған, бір звондайды, бір ай квартира сатасыз ба? Сатам. Сосын айтты, хозяин продается. Как хозяин продается? Ну, знаете, нас 2 женщины, у нас день рождения, а мужиков нету. И что? И приходите, закуска с нас, питье с вас. Мен жас кезім бар, қызып жүрген. Жарайды, кешкі сағат 8-де барам. Сосын жаңа одноклассник бар, Молдағали деген, соған звондадым. Кәдімгі Астанаға көшіп кетті, как риэлтор өстіп жатыр. Молдағали, осындай бір әйелдер день рождения шақырып жатыр. Давай кешкі 8-де кестейік, барайық. Мен қазір 6 кезінде кешкі 6-та лекцияға барам, медитация деген, содан шыққасын кесеміз. Сосын лекцияға бардым, медитация. Медитацияға лекцияға барсам, Смоленск деген бір орыс жігіт екен, келген. Сол медитацияны өткізіп жатыр. Трансцендентальный портрет, духовный учитель бар екен, Шичимой деген, соны қойып қойған. Содан гүл қойып қойған, свечка жағып қойған, ароматический палочка, бәрі былай жақсы киініп алған, неше түрлі. Сосын қыз жігіттер, где-то 40 адам залда, 40 шақты адам залда. Сосын айтады, медитируем на цветок. Как медитируем? Вот вы концентрируетесь на цветок, потом представьте, что вы постепенно становитесь цветком, ваше тело это стебель, ваши руки это листья, ваша голова это бутон цветка, вот почувствуйте аромат цветка, вы уже цветком стали.
сосын бір кезде вот теперь дождь упал на вас, вы превратились в каплю дождя с этим, стали этим, как его, облаками, выпали на землю, потом проникли в этот цветок и стали, вот вы в саду растете, ветер дует, вы чувствуете этот ветер, вы как цветок в саду среди цветков растете. Сондай медитация, интересно, енді визуализация жасап отырмын да шамалы. Сосын бір кезде давайте споем дейді. Какой споем? Есть такая песня, дейді, твое сердце прекрасно, словно радуга дейді. Айтайық. Сосын жаңа айтқанда ойлайсың дейді, твое сердце прекрасно, словно радуга. Өзің туған туысқандарыңа арнап айтасың, әке шешеңе арнап айтасың, ағаң туысқандар, одан кейін бүкіл Қазақстан осы қалаң халқына айналайсың, одан кейін Қазақстанның халқына арнап айтасың, одан кейін бүкіл жер шарындағы адамдар, жер шарында бүкіл жан дүниенің бәрін айтасың, одан кейін бүкіл вселенныйға арнап айтасың деп сөйтіп 7 рет қайтады. Твое сердце прекрасно, словно радуга. Ноталар бар, бәрі айтып отыр да, соны қосылып айтасың. 40 шақты адам ғой. Алдында анау жылдап айтып жүрген ішінде адамдар музыканттар бар, соған қосыласың. Әшейін күшті кетеді музыкасы. Сосын кері қайтасың, одан кейін қайтадан арнап кішірейтіп жерге, одан кейін қайтадан кішірейтіп Қазақстанға, одан кейін қалаға, одан кейін осы бөлмедің адамдарға арнап сөйлеп айтасың. Соны айтып прямо такой вибрация чувствуется бүкіл зал. Жарайды, айтып болды, сосын бүгін осымен бітті. Содан мен жаңа шыққам, анау бір әйелдерге звондағам, ұмытып кеттім, вообще ұмытып, үйден бірақ шықтым, тіптіке. Үйден шығып, ештеңе есімде жоқ, жаңағы сол подчислением да медитация. Ұйықтаймын, 3 түн ұйықтай алмадым, 1 жарым сағат ұйықтаймын, бірақ выспанный баяғы, күш бар, жұмысқа барып істеймін, нормально келемін. И соны екінші күні түндемей, үшінші күні түндемей ұйықтап жатсам, түнгі сағат 2-де залда ұйықтаймын. Білмеймін, жаңғыз болдым болсын. Біреу өлең айтып жатыр. Жаңағы өлең бар ғой, твое сердце прекрасно, словно радуга. Радуганың өлеңінде түнгі сағат 2-де біреу айтып жатыр да. Прям такой ангельский голос, знаешь, бір періштелер айтып жатқан сияқты күшті ғой айтып жатыр. Құлағыммен естіп жатыр. Мен оянымда қараймын, ешкім жоқ, бірақ дауыс естимін. Мә, есім алып кеткен бе деп ойлаймын, несі слуховой кетсін. Енді тыңдасам, дауыс қай жерден шығады білесің бе? Дәмі жүректен шығып жатыр екен. Середине көрдей, мен жүректің ортасынан шығып жатыр екен. Тұғын естіп жатырмын құлағыммен сол дауысты. Мә, точно. Крыш съехал деймін бая. Содан кейін келе аналар несін алып еткісін берген, медитация кто хочет обучаться кезінде. Сосын келесі оларға айдап бар, не істеп тұрсаңыздар сендер мынау? Мен осындай ұйықтай алмаймын, енді үстінде еще мынандай дауыс естіп, у меня вообще крыша съехала. Она говорит, да ты что, ой, ты, тебя пробило, оказывается, ты наш, оказывается, давай бізге занятия келе, давай. Сонымен 15 жыл сонда жүрдім ғой. Медитацияда. 15 жыл безмолвная медитация с мантрами, песнопением, Шичимой деген духовный учитель болды 2000 жылдан бастап 2015-ке дейін. Ал Шичимой требует бізде жаңағы еще каждый учениктан, каждый мой ученик должен стать марафонцем деді ғой. Мен жас кезімде жаңа легкоатлет болғанмын, жақсы 35 жасында жүгіруді бастадым. 4 жыл тренировка жасап, 39 жасында бірінші марафон өмірімде жүрдім, 42 километр жүрдім. Москваға барып соревнованиеға қатынастым 2000 жылы. 2000 жылы полумарафон жүрдім. Сосын 2003-те 4-те уже марафон кетті. Содан жылына жаңағы 3-4 марафон. Сосын 15 жылға дейін мен 7 жыл подряд полусуточный забег қатыстым, 12 сағаттық жүгіріс. Осы Астанада мынау Алатауды снимать етеміз 2 январь күні. Одан кейін 2 рет суточный забег қатынастым 13-14 жылда. Одан кейін жаңағы ылғи марафонистер международный марафонский команда Шичимой деген Нью-Йоркта ашылған екен, жаңағы біздің духовный учитель сонда тұрады екен. Өзі Индияда туған, Бенгалияда баяғы. Сол марафонский команда ылғи соревнование, то Челябинск, то Москва, то Санкт-Петербург, то Кишинев. Одан кейін Алматы, Астана, Қарағанды, Бишкек, солай постоянно жылына 2-3 жерге барасың. Ақтөбе. Сол одан 13 жыл Нью-Йоркқа да бардым. Нью-Йоркский марафон қатынастым. Шичимой сонда тұрады. Сонда бардық, ол кезде өксу жоқ, Махасамадхиға кеткен, Махасамадхи деп атайды ғой, сөйлеп кеткен. Несін, анау денесін прямо Нью-Йорктағы мэрлер разрешение беріпті, паркта қоюға. Сол жерде паркты жекеменшік сатып алған ба, соның учениктер жан-жағында үйлері бар, жер шарында 10 мыңдаған ученик болған, сол Нью-Йоркта бір 500-600 бар ма солай. Енді әзір жылма-жыл әлі күнге дейін сол марафонский команда бар, енді өзі қайсысы болса да, Махасамадхи. Жылына олар 6 сөткелік, 10 сөткелік жарыс өткізетін еді. Содан кейін 3100 миль, яғни біздіңше 5000 километр. Жылма-жыл сол Нью-Йоркте сондай соревнование өткізеді. 55 сөтке контрольное время. Оған где-то 15 ұйық қатынасады. Бәрі жаңағы идущий Шичимойның учениктері. Ну, арасында 1-2 из внешнего мира дейді, жаңағы чемпион мира тағы бірдеңелер бар, қатысады. Сондай жанында 15 адам где-то примерно. Соған жылма-жыл барып қатынасады. Солардың жаңағы түсірген кітаптары бар, жазған видеолары бар. Соның бәрін тоже тыңдап өзіміз жүгіретінбіз.
сонда болдым. содан 15-ші жылы енді ол кісіде уже 2000-да кітап жазған, жаңағы духовный темаға неше түрлі 170 музыкальный аспапта ойнаған, 50 000 стих жазған, 18 000 песня мантры дейді, баджаны жазған нотасымен баяғы, 200 000 картина салған, 15 миллион графический рисунок салған. Ол айтты, у меня, говорит, күні бойы жұмыспен жүремін дейді, жаңағы шешім ойым. 4-2 сағат ұйықтаймын, 2 сағат ұйқымның өзі йогический сон называется, сон сознания. Ну, высший йогический, бүкіл ситхи уже болған ол кісіде. Соны айтады, мысалға мен 10% осы материальный мирдамын дейді, мысалға, да, а 90% мен уже жұмыс істеп жатырмын дейді. Оны сендер білмейсің дейді. Сол кітаптарында өзің айтқандары бар. Екі рет мен живой кездестім, Москваға келді ол. 2004-2007 жылы. Сонда 2 рет барып, 1000 шақты адам болдық, учениктер, сонда кездестік шешеммен. Сосын жылма-жыл акция жасайды, жаңағы неше түрлі Бехмира деген ұйымдастыратын 2 жылда бір рет. Бехмира, мысалы, мен қатынасқан 12-ші жылы Сидней, Астана деген болды. 100 000 шақырым. 100 000 шақырым. Соң учениктер бәрі жүгірді. 3 ай жүгірген ол. Енді мұхиттан неме өтеді, пароходпен. Ағай бүкіл жер шарынан, Нью-Йорктан бастайды, штаб-квартира онынан бастайды, бүкіл штаттарын өтеді. Одан кейін апрель айында Лиссабоннан жүгіреді, неден Европадан бүкіл қалаларын өтеді. Одан кейін Россияны өтеді, Владивостокқа дейін. Одан кейін Украина, Беларусь, Қазақстанның жақта, Алматыдан бір Астана қарай. Сол последний ветка олардың келген жаңағы Сиднейден келген, Вьетнам, Малайзиядан өтіп, одан кейін Қытай, одан кейін Кореядан Япония, сосын Қытай, сосын Россия, Россиядан жаңа Монголия, содан Киргизия, сосын Қазақстанға келген. Қазақстан еще мына Россия жақта екінші ветка болған, кездесіп, 2 ветка сол. Қостанайда ма кездесіп, Астанада кездесті, Астананың түбінде. Россиядан келген. Сөйтіп өшеді финиш болды ғой 2012 жылы. Еще представитель келді жаңағы неден, 10-нан бір адам келді. Сөйтіп, жылма-жыл сондай жүгіріс болады. Сонымен жаңағы қатынас жүргенде өзім Қостанайда филиал аштым, международный марафонский команда Шечимой деп. 2005 жылы аштым. Содан кейін 2005 жылы Балтабек Мирахметов деген бар, тоже сол біздің ассоциацияның жаңағы центр Шечимой Қазақстан председателі болған, президенті. Біз сарна ұйымдастырдық, Көкшетау Астана деген 300 километр. 3 күн жүгірдік. Жаяу. 10 адам команда, факельный эстафета. Машинамен жүгіресің, машинамен жүгіргенде өзің бір машина сопровождение болады. Мысалы, бір адам факелмен жүремін 5 километр. Алдына машина өтіп кетеді, 5 километр күтіп алады, 2 адам шығады, анау адам отырады, сөйтіп ол факелде дальше жүгіреді. Сол эстафета факельная. Күнде 100 километр өтеміз, сонда 3 суткада біз Астанаға келдік. Макинская түнеп, Ақкөлде түнеп. Сол соревнование сонымыз. Это бег мира за мир во всем мире. Еще график жазылады, маршрут движения, облгаймен согласовывается, ГАИ сопровождать етеді, областной акиматпен жаңағы не бересің, разрешение аласың, одан кейін жаңағы неше түрлі управление образования, спорта, туризма бәрінен согласование, там тағылым халықаралық ұйымдар біздің бірке солармен бәрін согласование жасап, содан кейін жаңағы қалада, ауылда жүгіресің, мектептің оқушыларын шығарады олар на местах. Бірге жүгіртеді, сосын әрбір қалада митинг жасайсың, за мир во всем мире, айтасың сондай, олар өлеңдер айтады. Сөйтіп жаңағы с песнями, плясками, с танцами, сөйтіп машинаңыз бензин құйып береді, тамағын береді жолда. Сөйтіп жүгіресің. Еще флагтарымыз бар, казахстанский флаг и флаг бега мира деген. Соны жаңағы 2005-те бастадық, 300 километр. Соны өтті. Сосын 2007-де мен 2008-де, 2009, 2006, 7, 8, 3 жыл бойы Қостанайды өзім ұйымдастырдым. Қостанай и районный центр. Бірінші жылы 800 километр, екінші жылы 1200, үшінші жылы 1800 километр. Последний маршрутты мен Челябинск Қостанайға қылдым, 5-суточный забег. Челябинский марафонистармен келісіп, олар сол жақтан жүгіреді, біз границада жаңағы хлеб солмен қарсы аламыз, Парижда жолда ашып тастайды, флагпен туда бег мира деп баяғы. Бег мира, бег гармонии, сосын сөйтіп атады. Бег дружбы, 3 түрлі атауы болады. Соны ұйымдастырдым ғой. Одан мен анау Нью-Йорктан біліп, фотоотчет жасаған, видео жасағанбыз, содан хабарласып, маған хат жазып, казахстанский страница бега мира дегенді аштыртып, соған мен ответственный жазып қойдық, Нью-Йорктан хат жазып. Соны біз ашып қойдық. Бүкіл фотография салып қойдық. Қай ауданда қайда болғанбыз, қандай әкіммен кездестік. Еще книга отзыв деген бар, оны қойдық. Барған жерде сосын это вот за духовный согласие деп сөйтіп айтам, ана әкімдерге айтып қоямыз, не болса мешіттерде молдалар болса, поптар болса, шықсын, бәрін хабарласайық, олар өздерінің речтерін айтсын, біз айтайық, осылай бүкіл адамзатқа тыныштық, бейбітшілік деп аяқ. Сондай ұйымдастырдық ғой, 3 жыл бойы. Содан Астанаға 2008-де көшіп кеттім, сосын оны тастадым. Сондай мысалы 2015 жылға дейін осындай неше түрлі жүрдім ғой. Соревнование, бег мир, одан какие-то акции біз еще неше түрлі балаларға арнап
ұйымдастырдық, конкурс картин ұйымдастырдық. Ол балалардың бүкіл рисунктарын жинап 2008 жыл ма, қай жылы? Индонезияда цунами болды ғой. Сонда 8000 бала жетім жесір қапты. Әке-шешелерінің бәрін қырылып қалған ғой, су басып кеткен. Соған біз специально акция ұйымдастырып, бүкіл жер шары бойынша жаңа ученичествоны от сердца к сердцу деген специальный рисунки балаларға жасаттық, жинап конкурс. Соның бәрін жинап, Москваға жібердік, бүкіл Қазақстаннан біз өзі. Москвада оның бүкіл жер шарын жинап, шетелден самолетпен Жакартаға апардық. Жакартада сол выставка жасап, соның балалардың детский домдардың нелері бар, соларға подарка жасап, посол России сөйлеп, сондай акцияларға ұйымдастырып, соған қатынасып жүрді. Бұл хороший очень вообще школа болды, неше түрлі ұйымдастыруға сондай. Одан кейін біз выставку картин Шичимой жасаптық. Ол Шичимойдың оригинал картинасы Нью-Йорктан жіберген. Яғни 200 000 картина салған ғой. Соны мысалы Москваға где-то 100 подарить еткен. Соны Москвадан екі қыз бар сопровождать етеді, ящиктер, әрбір ящикте оншақты не, 4-5 ящик, сондай картиналар, оригиналдар. Сосын олардың фото репродукциялары бар мысалы. Репродукция сатуға, аналар выставкаға. Сөйтіп біз ана Қостанайда мысалға келістік библиотеканың. Бір ай бойы библиотекада выставка болды. Күнде соған барамыз, күнде дежурить етеміз, музыка қосып қоямыз, медитативный музыка, лекция оқисың, анау, жаңа картиналар, сосын репродукцияны қоясың, оны сатып алады, келген адамдар қарайды, әңгіме айтасың. Сосын балаларға жаңағы сурет салдыртасың, соған картиналарға сурет салады. Сосын біреу көреді, олардың суреттерін шығарып қоясың жаңағы выставкаға. Одан олар хабарлайды, ана дауысын танысын айтады, әкесін айтады. Сөйтіп күнде адам келе береді, қаптап. Сөйтіп біз выставка ұйымдастырамыз, күшті. Мысалы, қазір бізде выставка ұйымдастырамыз деп жатыр ғой, Алматыда нелер. Бірақ мен көрген жоқпын андай біз ұйымдастырған сияқты нені. Менде опыт бар, мысалы, мен өткенде сол күнге айтқам. Шетен жанды шаранның практикумның ученицаларына. Осылай мен жасағам кезінде. Сендерге не керек болса, опыт керек болса, мен айта аламын, қалай болатын деген. Сондай көп неден өттік. Енді бірақ мен оқыдым, Шичимойды мысалға бізде Мадхупати практикум жаңа лекция берді ғой, относит к этому деп. Не бюджет. Майявади деп жазып. Хотя он там говорит о едином, да, Боге, все равно Майявади сөйтіп жазған екен. Содан кейін, оны мен артық кейіннен білдім ғой, осында келгеннен кейін. 15 жылға дейін сонда болдым. 15-ші 1 январда мен мысалы Бхакти-йогаға ауыстым. Өйткені 14 жылы күзде мен плохо начал мне медитация, плохо пошла вот это, да, безумно. Содан кейін кітаптарды дұрыс оқи алмадым, что-то жүгіруде өте азайып кетті менде, сондай в общем 15 жыл бойы практика кішкене кризис болды, сөйтіп төмен қарай түсе бастадым. А там было условиясы тоже жесткий болған. Ежедневная медитация, күн шықпай жаңағы 6-ға дейін, содан кейін вегетарианская диета, жаңағы мен 2000 жылдан бастап уже 20 жыл болды, да. Сосын холостым не жениться, замуж не выходить, если ты женат, детей не рожать. То есть полный запрет интимной жизни, короче, как монах. И вот это. Каждый день 5 километров бегаешь, тренировки по выходным 15, марафон, медитация. И вот это внешний проявление, внешний мир. Работаешь как положено, как всем сам. А даже чем этот, хорошо, говорит, йогам, говорит, сидеть в пещере, да, пещере отырып, медитировать етіп, ол оңай дейді. А сен сол йогты алып келіп, мынау қазір өмір сүріп жатқан адамдар ішіне енгізсейді, он падет, говорит, сразу, он не выдержит. А вы, говорит, вот станьте как этот йог, говорит, но вы миру живите, адамдардың арасында өмір сүріңдер дейді, алынша. Но өздеріңді пещерде отырған йог сияқты, монах сияқты, поведение жүргізу сондай, выдержанный. Вот так, это аскеза, говорит, самый очень трудный путь йога. Поэтому мы этот путь выбрали, говорит. И он мне, Шичимой жазып дейді, мне не надо количество, мне надо качество. Сонда жүрдім 15 жыл. Соны 15 жылдан кейін сосын, в общем, мен шыдаған жоқ, шығып кеттім. Сосын енді үйреніп қалған йога, қайда барамын? Сосын Бхакти-йогаға келдім. Өйткені бір таныс, біз сарнайын жүрген кезде, ана суточный забег жасаймыз ғой, енді полусуточный. Алатау спорт комплексінде келеді жаңағы Бхакти-йогтар. Бізге не просат әкеліп береді, сөйтіп мен соны 15 жыл Бхакти-йога келдім. Баладев практикум деген бар, білесің бе, неде? Астанада. Сабақ өткізеді. Соған бардым. Алдында бізде жүрген тоже кім болған? Таранга Тхакур Прабу деген духовный немесі бар, инициация алған. Сол жігіт Төлеген деген. Ол да жаңағы Шичимой ученик болған, бірақ әйелі босанғаннан кейін оны шығарып жіберген. Соған звондадым, Төлеген не болды? Осылай мен де шықтым ана. Енді сен мынау кімге бар жаңағы? Болат Бекмағамбетовке бар, ол сабақ өткізеді сондай. Бхакти-йогада. Мүмкін сол саған ярайды шығар. Сосын соған барып жазып.
31 декабрьде бардым да, мен онымен қоштастым бәрімен. Осылай кетіп бара жатырмын енді, жерде мен болмайын сен деп. Қайда барасың? Ой, мен древнюю лодку пересаживать етемін другую. А что, бак не ебушь? Да. Содан жаңағы 1 январда 30-ында қоштастым, 1 январда сразу бардым. Бардым. Сосын жаңағы ведический писание Бхагавад-гитаны оқып жатыр екен. Соны оқып, жаңағы намахаты дейді ме? Сразу маған ұнады, оқыдық, разборки идутся, прям углубленное изучение. Бізде ондай мысалы изучение углубление жоқ, біз самостоятельно каждый оқиды да, мынандай конкретно ондай жоқ, намахат. 15 жыл ондай болған. Бізде жаңағы внешний активность, короче. И медитация, и все. А мынаны жаңағы оқысақ, разборка идет, что ты понял, не понял. Сұрақ, вопрос, жауап, өмірде қалай оны сен пайдаланасың. Соны қызық. Соны оқып маған ұнады. Сосын жаңағы кімнен сұраймын, Болатбек маған сұраймын. Бұл енді бұл жақсы ма? Тағы қандай не мында не істеу керек? Ой, мына нені аласың. Четкиді аласың. Содан кейін осыдан мына 108 бусинг осыны жаңағы мантраны оқисың, маха мантраны оқисың. Одан кейін жаңағы осыны 16 рет айналдыру керек дейді. Да ты что? Таңертең жаңағы күн шықпай сол. Жарайды. Мен 3 январь күні уже 3 күннен кейін 16 кругты уже ойлап оқып отырдым. Все. Через 3 дня. Өйткені 15 жыл практика бар ғой маған. Кейбіреулер мысалы 3 жыл 5 жыл жүреді 16 кругқа. Мен сразу 3-ші күні. Сосын тағы сол барып жүрмін, тағы не істеу керек? Ой, неге бару керек? Паломничество керек, посвятить местам. Қайда барады? Индияға барады. Вриндаван мінекей. Мына енді 15 күннен кейін, 1 айдан кейін барайын деп жатыр дейді, февральда. Ты что, мен де жаздым да шеш. Үйде оларға жазып, 1 январьда келдім, 3 январьда 16 круг оқыдым, 9 февральда Вриндавандан бірақ шықтым ғой. Бәрі таңғалып, қалай, білмеймін қайдан қалай екен. Біз дейді, 2 жыл дайындалып әрең барамыз, білмеймін, кеттік. Поволне баяғы. Содан бірақ шықтым. Сол менен. Енді біраз үземіз сізді Юзан Прабу. Мына бір-екі сұрауларым бар да енді. Жаңа анау тәннің денсаулығы ма, жо болмаса мына не дейді, жанның денсаулығы ма? Соны бір қатарға қою керек дедіңіз ба, жо болмаса жан денсаулығын бірінші қою керек па, жо тән денсаулығын бірінші қою керек па? Соны бір сұрамақшы едім да. Бұл мысалы үшін көбінесе біз енді мынау бейнені кеңшілікті адамдар ютубтан көреді, сол үшін қызығушылар көп та, осыған қызығатын. Веда не деп жатыр сол мәселе бойынша, сол үшін и мынау өзіміздің не дейді, материальный ғалымдар не дейді мынау денсаулық үшін, соны біраз өтіп айтсаңыз. Енді бұл денсаулыққа келетін болсақ, менің енді осы өткен өзімнің өмірлік жолым бар деймін ғой енді. 20 жыл болды да, оның 15 жыл жаңағы медитациямен өттік, марафон жүгірістімен өттім. Сосын соңғы 5 жылда жаңағы бхакти йогамен айналыстым, жапа медитация деген. Содан мен каждый өзі воскресенье ылғи жексенбі сайын біз спорт клуб өткіземіз қазір. Спорт клуб бұрыннан сол келе жатқан саналы өмір деген. Сонда жаңағы физический тренировка жасаймыз. Бұл екеуі қатар жүру керек қой. Өйткені жан енді сенің бұл өлмейтін жаның. Ол ешқашан өлмейді, ол ешқашан тумаған, ешқашан өлмейді, өлмеген деген. Бұл жаңағы Құдай берген жан. Ол жан мысалға тәнді сол жаңағы ведический писанияларда жазған ғой. Тәнді мына адамның рубашкасы сияқты медет дейді, өмірден өмірге. Бірақ тән ол жанның рубашкасы болғаннан кейін сен жыртық жаман рубашка жасап, оны бүлдіріп жүрмейсің. Таза жүруің керек адамдарға өзінің статус соблюдеть. Сондықтан тәнге де особое внимание керек. Тело это храм души дейді орысша айтқанда. Сонда дене жанның храмы. Сондықтан бұл денеге де жақсы қарау керек. Егер сенің денең ауру болса, сен жаңағы духовный практика жасаймын дейсің да, развивать етемін дейсің, жаныңмен айналысасың. Қалай сен жаңағы медитация жасайсың, сен басың ауырып, бір жерің қисайып сынып жатса. Жасай алмайсың ешқандай медитация. Қозғалмай қаласың, парализа етеді, вообще ауру болса. Сондықтан екеуі қатарынан дұрыс бірге жүретін болса, тәніңде дұрыс болатын болса, сен жаныңда дұрыс медитация жасай аласың. Жаныңа да көп пайда тиеді. Сөйтіп, сенің прогрессің мысалы алға жүре береді. Осының бәрін екеуін дұрыс пайдалана білсең, бір өмірдің өзінде жай адам қарағанда сен 50 өмірде өтесің. Кармическое колесо деген бар, колесо сансары деген. За одну жизнь можно 50 жизней прожить, если ты правильно используешь это. Дұрыс пайдалана білсең, жанды тәнді. Бір өмірде сен 50 өмірге
керек мысалы өмірді өтуің мүмкін кармическая отработка. Оның жаңағы кітаптарында жазылған қызық. Менің 3100 милім деген кітабы бар. Ана Смоленскіде орыс жігіт жүгірген. Нью-Йоркта, СНГ-дан бір адам. Сол кітап жазылған. Мен 55 күн жүгіргенде күніне 100 километрден жүгіремін дейді, минимум. Онда 5000 шақырымдай жол жүгіреді. Сонда әрбір күнім менің бір өмір сүргендей болды дейді. Сонда 55 күнде 55 өмір сүрген сияқты болды. 55 рет өліп еді, 55 рет тіріліп, 55 адамның өмірін сүрген сияқты болды дейді. Өйткені ол неше түрлі опыт келді. Аяғы ауырады, тізесі шықпады, ісіп кетеді. Неше түрлі баяғы оқып отырсаң, енді прям жылап отырасың да, қызық енді. Бір жағынан жаңағы восхищение. Біз өзіміз жүгіргенде суточный забег. Ананың видеосы бар ғой, түсірген видеолар бар. Соны көремін, үлкен экранға шығарып қоямыз. Алатауда 2 январь күні. Жүріп кетеді, 55 сутка адам жүгіреді, 5000 километр. Сен сутка жүгіресің. Ол да қиын ғой сутка деген. Бірақ ананы қарайсың, ой, біздің суткамыз жай ғой мына 55 күн. Қайда жүгіресің, сосын қарап алып, вдохновляться етіп. Сондай жағдай. Дұрыс, рахмет жауап бергеніңізге. Мен енді сіздің айтуыңыз бойынша түсінгенім, тек жанды емес, мынау денені де ойлау керек өмірімізде. Неге дегенде сіз айттыңыз, мына айтып шықтыңыз. Мынау дене жанның жасайтын үйі. Оны дұрыс не қылып, не дейді, таза қылып, денсаулығыңды мықты қылып ұстап жүрмесең, онда жан ішінде дұрыс жасай алмайды. Дұрыс жасалмағаннан кейін дұрыс анау не дейді, рухани даму қиын болады ол жанның да, сол сіз айтып жатқаныңыз бойынша. Дұрыс. Енді сол мәселеге келсек, енді қалайынша соны не дейді, бөліп уақытты тура бөлу керек деймін да. Режим дня распорядок дейсің ғой да? Иә, сол мысал үшін біз мысал үшін таңгеде мән беруіміз керек. И мынау не дейді, денсаулықпен тәрбиелеуге уақыт бөлуіміз керек. Соның пропорциясы деймін да, ана таразға салып қаншалық болу керек деп сұрау сізге бермекші едім. Енді мен мысалы күн біз 4:30, кейде 5:30-да, мысалы 5:30-да оянамыз да, в основном оянамын мен өзім. Сол оянғаннан кейін жаңағы омовение қабылдайсың, душ қабылдайсың, мысалға душ қабылдап, содан кейін кішкене бір упражнение жасап аласың, чтобы жаңағы оянып кету үшін жақсы. Мен қазір өзім енді йогамен айналысқаннан кейін содан кейін не жасаймын, упражнение, гормональный массаж деген бар. Көзді нені бәрін, упражнение для глаз дейді, соны жасайсың, гормональный массаж. Сосын мен 3 ай бойы 19 жылы стажировка өткем, Ташкенттегі врачтар, Жагадиш деген, аюрведический медицина бойынша. Соған ассистент болдым. Оны точный марма-массаж дегенді үйретті маған, мапьяны деген неше. Уже точный марма-массаж самомассаж жасаймын өзіме, точкалар бойынша. Сөйгенде уже полностью пробуждаешься. Сосын жаңағы 1 сағат, 1,5 сағат, кейде 2 сағат джапа оқимын. Джапа медитация дейді, жаңағы четкамен, ахамантраны оқып, соны оқимын. Сосын бұл где-то сағат 7-ге дейін, 8-ге дейін болуы мүмкін. Оны оқисың. Сосын 7-ден 8-де уже тұруыңа байланысты. Таңертең еще сосын мен су ішіп аламын тұрғаннан кейін. Жуым шайнаған су ішіп аласың, бір жылы су баяғы. Сосын жаңағы упражнение жасағаннан кейін одан кейін тағы бір стакан үлкен кесемен су ішіп аласың. Аюрведаны үйрендім ғой. Куркума саласың, имбирь саласың, кардамон, корица, тағы бір сөйтіп араластырып. Сосын шамал бір қасық бір не саласың. Масло ги деген бар. Қортылған май, соны саласың. Одан кейін мед саласың. Соны былғап, соны бір ішіп аласың. Все, может до обеда вообще не можно не кушать. Сағат 10-11-ге дейін. Сондай энергетический напиток. Сосын жапаны оқып аласың, содан кейін оқып алғаннан кейін сағат 7-8-де жүгіріп шығасың. Жүгіруге кетемін. Жүгіріп, содан бұл жақта бір парк бар, ана жақта бір парк, 3 жақта 3 парк бар. Әрбіреуі мысалы где-то 1,5-2 километр каждый. Соны жүгіріп барамын екен сразу. Разминка жасап аламын да шыққаннан кейін именно суставный гимнастика жасау керек, чтобы аяқ қолың жаңағы жақсы жүгіріп түсіп қалмасын, менскаларың сондай болады. Өйткені жүгіру үшін ең главный разминка. Денені қыздырып алу керек. 15 минут қыздырып алып, содан кейін жүгіресің. Жүгіргеннен кейін мысалы 1,5-2 километр жүгіремін, сосын парк ішінде бір групп көресің, 2 групп көресің, онда да 1,5-2 километр болады. Сосын қайтадан еще даладан тренажерлерде растяжка жасайсың, еще именно мышцаларды
особенно икроножный мышцаны аяқты былай көтеріп растяжкасы болып жүрген. Өйткені ана қатып барады да ішінде эти образуется муравьиная кислота ма қандай кислота сөйтіп ауыра бастайды бұлшықтар. Сосын соң жаңағы содан кейін қайтадан жүгіріп келесің. Сол позвоночникті растяжка жасау керек, турник, мурник тағы неше түрлі. Сонымен 5 километр ұшады, 4-5 километр, кейде 6 километр. Уже бодренький, то душ қабылдап, мысалы жаңағы 16 круг оқып жапыны бітірмесең, қалған уже дочипываешь. Бітірсең, тіпті таңертең ерте тұрсаң, ол бітіп қалса тіпті жақсы. Білмесең, соны бітіресің. Сосын кітап оқуға болады, 3-4 кітапты аламын, әртүрлі жаңағы кітаптар, жаңағы духовный кітаптар болады, священное писанияларды аламын, соны оқимын. Сосын жаңағы мен өзі үйренемін, әртүрлі оқуға, біреуін ғана оқи бермеймін. Шоколадтың әртүрлі алып жүрсең күшті ғой, әртүрлі дәмдер. Сол сияқты мына кітаптан 2-3 бет, мына кітаптан 2-3 бет, мына 2-3 бет. Сөйтіп көңіл толып, для ума хороший, для души тоже. Сосын жұмыс болса жұмысқа барасың, жұмысын бітіріп, сол жұмыста бодренький. Кешке келгеннен кейін тағы да сол кітап болса арасында кітап оқып аласың, сосын күшің болса тағы да жүгіріп аласың пробежка. Болмаса упражнение, жаңағы хатха йогадан дыхательное упражнение жасаймын, обязательно пранаяма баяғы. Сосын сурья намаскар деген бір упражнение бар, соны жасаймын. Вот сол ритм баяғы. Ну, тамақ вегетарианский диета менде. 22 жыл болды. Ал рахмет жауабыңызға өте не дейді маңызды немеңіз болды, терең. Содан шықты, значит, не дейді біз денсаулықты деді. Осы не дейді основной не дейді түпкі мақсатымыз денсаулықтың бәрібір содан шығып жатыр рухани немеге дамуға керек болып жатыр да сонда. Ол дегеніңіз мысалы үшін сіз айтып шықтыңыз, тек қана физический упражнение емес, оның арасында мысалы үшін омовенияны айттыңыз, ана денені жуу, неме тамақ жеуді айттыңыз мысалы үшін да, ол тамақты өте үлкен немесін өзінің рөлін ойнады ол немеде. Соның бәрі, значит, немеге керек енді? Сол ойды орынға келтіру, ойды бір ана тыныш немеге қалға келтіру мақсатында керек қой, сол денсаулықтың бәрі. Егер де мысалы үшін адамның денсаулығы болмаса, ол еш мынау сіз айтып отырсыз, медитацияға дұрыс не дейді, не қыла алмайды дейді. Дұрыс жасай алмайды. Иә, дұрыс жасалмайды. Содан шықты, онда мынау бізге денсаулық, сол түпкі мақсатымыз, сол рухани дамуға керек екен да, сол. Мен дұрыс түсіндім ме сіз? Да. Мына медитация кезінде, мысалға, сен основном идет борьба с умом. Бізде ой болады, ой деген бүйтіп сапырылысып баста, бүйтіп. Медитация жасаған кезде сол оймен арпалыс болады. Сол ойды тоқтату керек. Осыны тоқтату үшін бір нәрсе концентрация жасау керек. Сол постоянно концентрируешься, например, где духовный учитель, на духовном учителе концентрируешься, на его портрете концентрируешься, или на пламя свечи концентрируешься, если ты там нет учителя, мысалға. Сөйтіп концентрируешься, сөйтіп келген ойды бүйтіп жинап тоқтатасың, қайтадан шашылып кетіп, қайтадан жинап тоқтатасың, солай постоянно. Сосын конце концов уже как воля сияқты, тренировка сияқты мышцаны тренируешь уже там, бірдеме ойнағанда, бокс или так жүргенде. Сол сияқты сен тренировка жылдап сөйтіп тренировка жасасаң, сенің ойың уже артынан саған бағына бастайды. Вот тоқтап қалады. Вот сол кезде у тебя такое состояние, как озарение, что ли, наступает. Такой радость или блаженство прямо бүкіл денең бүйтіп, я не знаю, бір бағып кетесің да, сөйтіп. И және бір какой-то проблема болса, шешілмей жатқан. И тағы соның сразу решениесі келеді саған. По порядкам, по полочкам, первый, второй, третий, пятый, деп бүкіл жазылып қалады саған. Только на момент успевай записывай. Это тебе приходит уже сверху. Сенің ойыңнан өзінен келмейді. Жоғарыдан биоэнергия информационный поле деген бар ғой жер шарында. Бүкіл сонда болашақ, өткен шақ, кәдімгі шақ, бүкіл информация сонда бар. Соны только подключиться, а как подключиться? Остановить наше действие ума, жаңағы ойлау қабілетін тоқтату керек. Сонда барып сен подключиться. А ол ойлай берсе, информация келмейді ешқандай. Связь жоқ с внешним миром, с информационным полем. Соған керек медитация жапы. Сосын, бірінші, конечно, Құдаймен, Алла Тағаламен, Всевышний дейді, сонымен сол есте болу керек постоянно. Сонда сен бәрі де Алланың әмірі дейді ғой, жерде Алланың әмірі болмаса жұрттың басы қимылдамайды дейді. Сол сияқты сен бәрі Алланың әмірімен жүре беретін болсаң, өзі саған ойлаған ойың, бірдеме мақсатың болса,
сол ақырындап саған подсказка келе береді. Сен Алланы ұмытпасаң, соған мысалы жалбарынып құлшылық етіп, соған направить етсең бүкіл ойыңды. Бірақ ол неге ойлайды, что фанатик болуың керек. Фанатик емес, сен осознанно осы білімді бәрін оқып, мына ведические писания деген бар, Құран бар, Библия бар, бәрін оқып, қайсысы саған ыңғайлы ма соны таңдап, содан кейін соны сол бойынша жүретін болсаң, саған Құдай өзі бере бастайды. Сен ойлаған ойларың іске аса бастайды, подсказкалар арқылы. Бірақ сол қорықпау керек ешнәрседен. Подсказка болғанда соған міне көрініп қалдым, қазір барып көр. Мысалы анау Балтабектің Рахмет деген айттым ғой менімен. Ол менен де көп 27 жыл медитировать етіп. Ол қазір мысалға почти доллар миллионер не бизнес. Қалай решение қабылдайсың сен мысалы? Сонда ол айтады, дейді. Какой-то бір бизнесте бір решение қабылдап білем, сатып алу керек па, сату керек па, соны ойлаймын дейді. Өйткені конкуренция бар ғой, мысалы, күйіп кетесің анау. Сөйтіп ол 3-4 күн медитация жасаймын, концентрация осы ой не істеймін деп. Сол кезде 3 түрлі мысалы вариант келеді дейді жауаптар. Мына бүйт сөйтіп. Сосын ойша мынаны ойлап көремін. Одан кейін екінші, одан үшінші вариант. И какой-то бір вариантын ойлаған кезде мен радость дейді, сердце прям. Прямо ой тоқтайды, бүкіл денең бәрі радость болып кетеді. Соны істейді. Все как промасло дейді баяғы. Мен тағы бір немем шықты, анау не дегеніңіз сіз онда сол не дейді, дене тәрбиелеу да ма, физические упражнения, сол анау ойды осы анау тыныштанған қалыпқа келтіру да, сіз айтуыңыз бойынша. Воля развивается, силой воли. Овладеваешь өзің ойыңды, ойлау қабілетіңмен өзіңнің неңе түсіресің, уысыңа түсіріп, соны пайдаланасың іске. Осыны дұрыстау үшін жаңағы физический подготовка опять керек. Физический подготовка жасағанда ойлау қабілетін влиять етеді дұрыстауға, ойлау қабілетін жаңағы дұрыстаған кезде физический подготовкаң ол да влиять етеді. Сен сонда ойлаң күшейіп, ерте тұрсаң, ерте тұрасың, жүгірсең, жүгіресің. Ана взаимосвязан, бір-бірімен байланысты болады. Вот гармония. Сонда дене жағы босап қалады, екі жағы. Дене тәрбиесі болмаса, ойыңыз бір жерде болмайды, сіз бір нәрсені не қыла алмайсыз. Бір жерің ауырып отырса, сен ойлауға, анаң ауруды ойлап отырсың, мына жерім ауырды. Сол үшін адамға денсаулық керек. Сол үшін анау не дейді, денені тәрбиелеу керек. Йога дейсіз ба, мысалы үшін жүгіру дейсіз ба, ол мысалы үшін правильное питание, дұрыс тамақтану, оның бәрі әсер етеді біздің ойымызға да. Соның бәрі енді мысалы үшін древний аюрведический медицина деген бар, мысалға Индияда шыққанда. Ол адамның дошасына байланысты. 3 түрлі доша болады жаңағы. Питта доша, вата доша, капха доша деген. Яғни вата деген воздушный дейді, питта деген слизистый, и капха деген огненный болады. То есть питта деген огненный, и капха деген слизистый. Мысалы питтада огонь пищеварение адамда күшті болады, ол қандай тамақ жесе де қорытыла береді. А капха ол слизистый, оған мысалы тамағы басқаша болу керек. Анау ватаның тамағы басқаша болу керек. Және олардың режиміне де үшеуінде 3 түрлі мысалға әртүрлі болады. Сондықтан сол особенностьтарын мысалға тоже білу керек. Осы аюрведаны изучать ету керек. Бұл бәріне бірдей рецепт келмейді. Мысалы современный классический медицинада, европейский, оларда ондай дошаларға бөлмейді адамның конституциясы. Бәріне бір прописанный протокол лечения. А ол біреу одан ауырады, біреу жазылады әртүрлі. А мынау аюрведический медицина, онда адамды жаңа дошаға бөліп конституция бойынша сөйтіп 3 түрлі, бір ауруға 3 түрлі ем болады әртүрлі. 3 түрлі питание болады, 3 түрлі режим дня болады. Сонда ол действительно дұрыс болады. Оны мысалға тоже мен изучать етеміз. Ал үлкен рахмет сізге осыншалықты айтқаныңызға, осынша қызықты, пайдалы нәрсе айтқаныңызға өте қуаныштымын. Мен ойлаймын осы мынау біздің кездесуіміздің бейнесін адамдар көретін шығар, қызығып, не қылып, кішкене болса өзіне пайдалы нәрселерді алады деп ойлаймын. Біздің қазір уақытымыз соңға келді, бітіруіміз керек кездесуімізді. Келесі сізге үлкен рахмет, Изан Прабу, осыншалықты айтқаныңызға, білгеніңізді, өзіңіздің тәжірибеңізді, өмірдегі өткен. И мен ойлаймын, мынау естушілер, мысалы үшін Құдай қаласа мынау бейне ютубқа шығарамыз деп отырмыз. Көретін адамдар, қызығатын адамдар көбірек болады. И немеге дейді, дене тәрбиесіне қосылатын адамдар да көбейетін шығар, сол немелерді, осы білімдерді естіп деп ойлаймын. Тағы да үлкен рахмет айтамын. Бүгінгі енді тақырыбымызды
бітіруге мәжбүрміз. Уақыты өтейін деп жатыр. Тағы да рахмет айтамын. Келесі тақырыпқа қосыласыз деп ойлаймын сізді. Рахмет, Бақтығали, сіздерге де рахмет. Қосылып отырған Гүлбануға да рахмет. Рахмет. Жақсы. Сау болыңыздар. Харе Кришна.